Мынау бізде капкейктердің коробкасы. Олай болса, капкейктердің коробкасын как надо солай бүктеп шығатын боламыз. Мінекей негізінде магазинде сатылатын коробкалар осылай сатылады, және капкейкті осының ішіне сал деп ұсынады. Олай болса, біздің мынандай капкейктеріміз бетіне крем жақпадым, себебі жағылып қалмасын деп. Енді осылай салған капкейктеріміз біздің машинамыздың жүрісімен, курьерлардың тасуымен, жаяу алып барса да, машинамен алып барса да, жолдарымыздың онша емес болғандығынан машинамыз былай селкілдеп жүреді. И нәтижесінде капкейктеріміз секіріп, ішінде аунап жүрген капкейктердің де болған кездерін көргенбіз. Сол себептен көптеген кондитерлік кәсіпке жаңадан аяқ басқан қыздардың қателіктері осы жерде страховка жасамайды. Бұндай жағдайда міндетті түрде мына қорапты алып, кез келген хозяюшкада, канцтовары сататын магазиндерде мынандай двухсторонний скотч болады, өте тонкий, тек қана клеющий лентасы ғана болады. Мінекей осыны алып, міндетті түрде капкейкке страховка жасаймыз. Не себепті жұқа? Себебі мынаның астына, егер мынандай қалың варианты да бар осындай, астына осындай қалың болып түскен кезде капкейктерді алу қиынға түседі, үстінен жұлып алу. Ал мынандай жұқа болған кезде капкейктер бірден алына береді. Бір жағынан ұстап та тұрады. Осы ленточкаларды капкейктің ұзына бойына жабыстыратын боламыз. Өте ыңғайлы, пайдалануда бағасы да қолжетімді, 400 теңге, 300 теңге көлемінде тұрады. Мінекей осылай ленталарымызды жабыстырып шықтық, және де астыңғы лентамыздың біреусінің қағазын алсақ, двухсторонний екінші жағында да клей болады, яғни мінекей. Енді біз ыдысымызды қоямыз, капкейкті үстіне жабыстырамыз. Сол себептен мінекей капкейкімізді тіпті төңкерсек те, явно төңкеріп апармайды, ол құламайтын болады. Былай қимылдатқанның өзінде ары-бері аунап, креміміз жағылып қалмайтын болады. Қателікті біреуден іздеп, курьерлерге ашуланып, доставкаларға қиналғанша өзіңізден бастап страховканы жасап жіберсеңіз болады. Дәл осы жағдай кімнің заказында кездесті, астына комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады.